Сәлем достар, қазір мен сіздерге өзім үйренген тәжірибемді көрсетемін. Мен үйренгенім ол мынандай жазу, шрифт жазған уақытта біз осындай шрифттарды шығаруда қиналамыз. Өйткені біздің Word бағдарламасындағы шрифттар ол жеткілікті деңгейде емес, және де қазақша әріптерді кейбір ол қабылдамайды. Сол себепті қазір міне осындай бір тамаша жазуларды жазуды үйренеміз. Ол үшін сіздер Google-ға немесе Яндексқа кіресіздер. Кірген уақытта міне онлайн красивый надпись дегенді тересіздер. Тергеннен кейін сіздерде мынандай шығады, жазу шығады, онлайн letters.ru деген. Найти-ді басқаннан кейін ол өзі шығады. Мен қайтадан Найти-ді бастым. Қазір жүктеліп жатыр. Загрузка жүрді. Онлайн letters.ru деген. Соны басасыздар. Осыны басқан уақытта міне сіздерде осындай бет шығады. Осы бет шыққан уақытта міне мына жерде сіздер категория шрифт деген бар емес па, соның кез келген таңдайсыздар. Қысқа үшін декоративный деген таңдап көрейік. Пишите текст дейді, мына жерде кез келген текст жазасыздар. Мысалы, мен сіздерді жақсы көремін деген жазайық. Сіздерді жақсы көремін. Мен жаздық, мен сіздерді жақсы көремін. Ары қарай далені басамыз. Сол уақытта выберите стиль шрифта деген сөздер шығады. Сіздер өздеріңізге керек шрифтті таңдайсыздар. Өзгеше бір. Өзгеше деп ойлаймын. Міне үшіншіні мына жерге міне дөңгелектердің ішіне нүктемізді қойдық. Далені басамыз. Енді осы жазған шрифтімізді түсін өзгертуге болады. Мынау шеңбердің бойымен жылжытуға болады. Міне, көріп тұрсыздар, түстер өзгеріп отыр. Немесе мынау астындағы төртбұрыштерді бассаңыздар да түсі барлығы өзгереді. Мынау бір түс әдемі болған сияқты. Включить обводку десек, ол обводка деген сыртынан басу ғой. Қарамен басылады, ол бізге қажет емес. Қажет десеңіздер де бассаңыздар болады. Содан кейін шрифт таңдайсыздар. Кез келген шрифт таңдауға болады. Кейін қайтадан батырманы басамыз. Және поздравляем, ваша надпись создана деп шықты. Скачать PNG-ді бассақ, ол бізде осы негізі басқан дұрыс, өйткені біз Word-қа қоямыз, Point-қа қоямыз. Скачать GPS десек, онда ол JPG десек, онда ол фото ретінде түседі. Сондықтан скачать PNG-ді бастық. Міне осындай жазу, тамаша жазу шықты. Енді мышканың оң жақ басу арқылы копировать картинку. Жаңағы дайын Word-ымыздың бетіне қоямыз. Міне бізде осындай керемет жазу шықты. Оны ұзартып, созып, кез келген көлемге қоюға болады. Ұзарып кеткен сияқты. Копировать, жаңағы біздің слайдымызға да кеп қоя аламыз. Мен сіздерді жақсы көремін. Қалай болам десеңіздер, өз еріктеріңізде. Неше түрлі жасауға болады екен. Міне достар, осылай. Назарларыңызға рахмет.